Мен Ізбасқанова Жансәуле Қалдабаевна, номері 1 жалпы білім беру орта мектебінің география пәні мұғалімі. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы табиғи ресурстардың жіктелуі. Оқу мақсаты оқушылар табиғи ресурстарды жіктейді. Жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде табиғи ресурстардың таралу заңдылықтарын талдайды. Мына суреттерге мұқият назар аударайық. Барлық суреттерге ортақ қандай тақырып болуы мүмкін? Иә, табиғи жағдайлар немесе табиғи ресурстар. Ендеше сол ұғымдарға сипаттама беріп өтейін. Табиғи жағдайлар шаруашылықтың және адамның өмір сүру жағдайының даму мүмкіндіктеріне ықпал ететін географиялық орта компоненттерінің жиынтығы, ал табиғи ресурстар қоғам мен қоғамдық өндірістің түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өндірістік күштерді дамытудың осы деңгейінде қолданылатын табиғат элементтері, табиғаттың маңызды компоненттері мен табиғат жағдайларының бір бөлігі болып табылады. Олай болатын болса, бүгінгі сабағымызда табиғи ресурстарды әртүрлі белгілеріне қарай топтастырып жіктейміз. Бірінші, табиғи ресурстардың генезис бойынша жіктелуі. Оларға литосфералық ресурстар, яғни жер қойнауында кездесетін пайдалы қазбалар жатады. Гидросфера ресурстарына дүниежүзілік мұхит сулары, құрлық сулары жатады. Атмосфера ресурстарына климаттық қорлар, жел энергиясы жатса, биологиялық ресурстарға жануарлар, өсімдіктер, адам жатады. Табиғи ресурстарды экологиялық жағдайына байланысты да жіктеп қарастырамыз. Олар сарқылмайтын, яғни күн энергиясы, жылу, жарық, жел энергиясы сарқылмайды оқушылар. Ал сарқылатын, қалпына келмейтін ресурстарға минералды ресурстар жатқызылады. Сарқылатын, бірақ қалпына келетін ресурстарға топырақ, су, биологиялық ресурстарды атап өтуімізге болады. Табиғи ресурстарды шаруашылықта пайдалану мүмкіндігі бойынша да жіктей аламыз. Оларға энергетикалық ресурстар, яғни энергия өндіретін жанғыш пайдалы қазбалар, биоэнергия көздері, ядролық энергия көздері жатқызылса, энергетикалық еместерге өнеркәсіп үшін пайдаланылатын пайдалы қазбалар, өнеркәсіп үшін пайдаланылатын жерлер, су, ормандарды жатқызуымызға болады. Ал ауыл шаруашылық өндірісі ресурсына агроклиматтық, топырақтық жер, өсімдік, биологиялық су ресурстары жатады. Олай болатын болса оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызда табиғи ресурстарды әртүрлі белгілеріне қарай топтастырдық. Ал енді мына суреттерге мұқият назар аудара отырып, суретте берілген ресурстар жіктелуіне қарай қандай топтарға жататынын анықтаймыз. Келесі тапсырмамыз өзің тұратын аймақта қандай табиғи ресурстар кездеседі, мына кесте бойынша топтастырып жаз.